Сәлем достар, Ажар Кекс арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қамыр тамақ, ет асу, немесе бешбармақ дайындаймыз. Ал мен каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бізге керекті заттар қарын немесе қартан аламыз. Содан кейін жылқының қазы, жылқының еті, таза суға саламыз. Содан кейін газға отқа қоямыз. Қарын мен жаңағы етті біз екі бөлек қайнатуымыз керек. Дәмі бір-біріне ұрып қалмас үшін. Осылай. Сосын отта бір қайнауға жақындап қалған кезде осындай бетіне көбіктер шығады. 5 минут бетін жауып, міне көбіктері көбейгеннен кейін алып отырамыз. Бұл процесс 3-4 рет алып тастайсыздар. Сол кезде сорпаңыз мөлдір болып тұрады. Мінекей қайнаған соң бетін астын аз қылып, осылай өте аз қылып қайнатасыздар. 2 сағаттан кейін, қайнағаннан кейін бізде оңтүстікте картоп, сәбіз салынады. Осылай картоп сәбізді саламыз. Кішкене қайнаған соң артынан пияз турап, бір пиязды турап салып жібереміз. Сорпамызды дәмі әдемі болып шығу үшін. Осылай қайнатып қоямыз, астын аз қылып. Одан кейін бір шай кеседе су, салқын, дәміне қарай тұз және 2 жұмыртқа салып, қатты қылып қамыр илейміз. Міндетті түрде қатты болу керек. 10-15 минутқа қамырымызды демалтырып қоямыз. Осы уақытқа біз сорпамызға тұзын салып, қартамыздың, содан кейін зердек дайындаймыз. Зердегін жаңағы қайнап шыққан майына бір пиязды турап қайнатамыз. Астын аз қылып, сол кезде қамырымызды жаямыз. Қамырдың ортасынан баспаймыз, екі жанынан басамыз тек қана. Өйткені әр жері әртүрлі болып қалуы мүмкін. Шеті қалың, ортасы жұқа болуы мүмкін. Жарты сағат көлемінде қайнағаннан кейін біз бірінші картопымызды аламыз. Өйткені ол тез піседі, езіліп кетуі мүмкін. Тағы да бетін жауып қоямыз. Сәбізімізге тиіспейміз. Сәбіз картоп алынғаннан кейін 20 минуттан кейін алуымызға болады. Астын аз қылып қайнатамыз. Осылай зердегіміз прозрачный болып піседі, жоқ болып кетпейді. Әдемі болып қайнап тұру керек. Сол кезде біз қамырымызды кесе бастаймыз. Мінекей. Осылай қазанымыз кішкентай болғаннан кейін, осылай кіші бөліктерге бөлеміз. Содан кейін барлық заттарымыз пісіп шығады. Примерно 3 сағаттай қайнайды. Сол кезде қазанымыздан кішкене сорпа алып аламыз. Керек қажет. Қалғанына су құйып қоямыз. Ол қайнап пісем деген, қайнап бұрқылдап сорпасы болам дегенше біз заттарымызды турап аламыз. Маған осылай турап алып кірген ыңғайлы. Бетіне кәдімгі бүтіндей қоюға да болады, бірақ біз осылай турап алып барғанымыз ыңғайлы болғандықтан осылай турап аламыз барлық заттарды. Оған дейін қазанымыз қайнап тұру керек. Кішкене су құямыз. Сорпасын міндетті түрде бөлек алып кіреміз. Осылай барлығын кесіп аламыз. Қамырды салып, пісіріп, одан кейін осылай ыдысымызға барлығын жайғастырамыз. Мен осылай барлығын біртіндеп кіргізін жасап көріңіздер.